Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бірге осындай өте биік, жұмсақ болып шығатын зебра пирогын дайындаймыз. Менің каналыма жазылып, лайк басып, подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Менімен бірге осы пирогты бүгін жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Алдымен бізге керек заттар: ерітілген сары май, ұн, ас содасы, уксус, жұмыртқа, қант, какао және сметана. Алдымен осылай 4 жұмыртқамызды бөлек ыдысымызға жарып аламыз. Осы жұмыртқамызды миксердің жай жылдамдығынан бастап қантымызды 2-ге 3-ге бөліп қосып, жұмыртқамыз аппақ болып 2 кесе үлкейгенше миксерлейміз. Миксеріміздің жылдамдығын жай жылдамдықтан бастап көбейтіп отырамыз. Ендігі кезекте сметананы саламыз. Сметананы қосып 1-2 минут тағы да миксерлеп аламыз. Енді ерітілген сары майымызды қосамыз. Мен сіздерге барлық заттардың қанша мөлшерде керегін видеоның астына жазып кетемін. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Келесі кезекте осындай 1 ас қасық ас содасына алма уксусын қосып, осылай көпіріп реакция жүргеннен кейін барып қосамыз. Менде алма уксусы, егер сіздерде алма уксусы болмаған жағдайда кәдімгі уксуспен араластырсаңыздар болады. Бірақ ол кезде ол уксустан 3-4 тамшы ғана қосасыздар. Осы ас содамызды тағы да араластырып, ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Ұнымыздың барлығын бірден емес, 2-ге 3-ге бөліп қосамыз ұнымызды. Сол кезде біздің қамырымыз биік болып көтеріліп, пирогымыз әдемі болып шығады. Қыздар, мен каналыма жазылып, подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісемін. Осы дайын тестамызды 2 бөлек ыдысқа осылай теңдей қылып 2-ге бөліп аламыз. Осылайша екінші ыдысымыздағы тестамызға какаомызды салып, миксермен тағы да бір араластырып аламыз. Осы 2 ыдыстағы тестамызға 2 ас қасық саламыз, 2 бөлек ас қасық саламыз. Әр тестадан өстіп 1 ас қасықтан табамыздың ортасына саламыз. Бірінің үстіне бірін салып, міне дәл видеода көрсетілгендей қылып істесеңіздер. Өз қалауларыңызша 2 ас қасықтан салсаңыздар да болады. Осылайша барлығын салып болып, бетін өз қалауларыңызша таяқшамен узор салсаңыздар болады. Осы дайын тестамызды қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Піскенін осындай таяқшамен тексеріп алсаңыздар болады. Таяқша құрғақ болып шығуы тиіс. Міне қыздар, менің пирогым өте биік, жұмсақ болып шықты. Ортасы барлығы толықтай піскен. Міндетті түрде жасап көріңіздер.